Барлығыңызға сәлем. Бүгін сіздермен әйгілі түріктің қараденес пидесінің рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл пиде өте дәмді, созылмалы және жұп-жұмсақ болып піседі. Алдымен ұнға тұз, қант, ашытқы салып араластырып аламыз. Оның үстіне жылы су құя отырып, өте жұмсақ қамыр илейміз. Бұл рецепт бойынша 2 пиде шығады. Енді илеп болғаннан кейін ашытуға қалдырамыз. Ашқан қамырды алып екіге бөлеміз. Қараңыздар, қамырымыз өте жұмсақ және жұмыс жасауға өте ыңғайлы. Бір бөлігін алып осылай ұзыншалап жайып аламыз. Қамырымыз өте жұқа болу керек. Және жайылған қамыр сіздің формаңызға, табаңызға сыюы керек. Соны да есептеңіздер. Мінекей өте жұқа етіп жайып алдық. Табаға пергамент төсемек, табаны майлап алсаңыздар да болады. Оның үстіне моцарелла және 4-5 тілім шұжық. Шұжықты қалыңша осылай кесіп, немесе фарш пен пиязды алдын ала пісіріп алып салсаңыздар да болады. Енді бірінші қабатқа моцарелланы салып шығамын. Шұжық үстіне. Қасына қызанақ немесе бұрыш, болгар бұрышын салсаңыздар болады. Және үстіне тағы да қалған моцарелланы саламыз. Және шетін қайырып басып шығу керек, осылай көтеріліп кетпес үшін. Мінекей осындай формада болады пидеміз. Және оның үстіне жұмыртқа жағып шығамыз. Енді пидені қызып тұрған пеште 250 градуста 12-15 минутта осылай қызарғанша пісіріп аламыз. Менде осы қамырдан 2 пиде шықты. Қамыр мен моцарелла және шұжық қосылғандықтан пиццаға ұқсатуларыңыз мүмкін. Пиццаға ұқсайды, бірақ дәмі өзгеше болады. Моцарелланың тек қана моцарелламен және ешқандай соуссыз жасағандықтан. Бұл пиде менің отбасыма қатты ұнады, өте дәмді болып шықты. Қараңыздар, қандай созылыңқы және өте сулы болып піседі. Мен кішкене суға суып қалған кезде осылай кестім, бірақ сонда да моцарелла созылыңқы болып, керемет дәмді болып пісіп шықты. Бұл түрік пидесін күнделікті жасап жүрген қарапайым пиццаның орнына жасап, ас мәзірін өзгертіп, үйіңіздегілерді қуантыңыз. Осы рецепт сіздерге ұнаса, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Сау болыңыз.